Сіз табиғи дәрумендерге бай өсімдіктерді білесіз бе? Бүгін біз сізге нағыз табиғи дәріхана итмұрын туралы айтып береміз. Бұл өсімдік тек иммунитетті көтеріп қана қоймай, бүкіл денсаулыққа керемет әсер етеді. Күніне бір ғана кесе итмұрын шайы сізді көптеген аурулардан қорғай алады. Қалай дейсіз бе? Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыз. Итмұрын С дәруменіне ең бай өсімдіктердің бірі. Оның құрамында С дәрумені лимоннан 10 есе көп. Сонымен қатар А, Е тобының дәрумендері, темір, кальций, магний және антиоксиданттар бар. Бұл оның денсаулыққа тигізер пайдасын еселеп арттырады. Иммунитетті күшейтеді, тұмау мен суық тиюдің алдын алады. Жүрек қан тамырларын қорғайды, қан қысымын тұрақтандырып, холестеринді төмендетеді. Ас қорытуды жақсартады, ішектердің жұмысын реттеп, асқазан ауруларына көмектеседі. Антиоксиданттық әсері бар, ағзаны қартаюдан сақтайды. Қаназдықтың алдын алады, құрамындағы темір қан құрамын жақсартады. Енді итмұрынды қалай дұрыс қолдануға болатынын қарастырайық. Бір итмұрын шайы, бір ас қасық кептірілген жемісті 500 мл қайнаған суға салып, 15 минут тұндырып ішеді. 2 тұнбасы итмұрынды термосқа салып, үстіне ыстық су құйып түнге қалдырады. 3 майы итмұрын дәнінің майы теріні жұмсартып, жараларды емдейді. 4 ұнтағы итмұрынды кептіріп, ұнтақтап, балмен араластырып қолдануға. Итмұрынды көп мөлшерде қолдану асқазан қышқылын арттырып, гастрит пен жараны қоздыруы мүмкін. Қан ұйуы жоғары адамдарға көп ішуге болмайды. Бүйрек аурулары бар науқастар абай болғаны жөн. Бұл әдістердің барлығы денсаулығыңызды нығайтып, өмір сапасын жақсартуға көмектеседі. Итмұрын табиғаттың адамзатқа берген керемет сыйы. Егер сіз денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, оны күнделікті рационыңызға қосыңыз. Видеоны пайдалы деп тапсаңыз, лайк басып арнамызға жазылыңыз. Сізбен бірге болған денсаулық арнасы. Келесі видеода кездескенше.